Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгінгі мен влогыма қош келдіңдер. Бүгін біз выставкаға қыздармен бара жатырмыз. Бүгін выставканың екінші күні. Жалпы выставка 3 күн болады. Бұл салтанат сарайы жақта, Нұрсая жақта болып жатыр. Жыл сайын осы жерде болады екен. Бірақ біз, яғни мен выставка бірінші рет келіп тұрмын. Оказывается, бұл выставка жыл сайын болады екен. В принципе, маған осы жылғы выставка жақсы ұнады өте. Мына жерде осындай билет көрсетіп жатырмыз. Билет бұл дейтін бізде входқа екен. Қазір сіздерге көрсетемін. Мына жерде регистрация болады, потому что қазір бізде лекциялар болады. Сол үшін осындай билет сұратып жатыр. Так, достар, бізге осындай беджик берді. Біз дейтін registration өттік қой. Сол үшін бізге осындай проверка жасады. Бұл жерде өте көп адамдар бар. Сыртты аралап болғаннан кейін ішке бара жатырмыз. Өткені сағат 12-де қателеспесем Тошоның лекциясы болады. Бірақ мана NCOC-дің лекциясы болып кеткен, біз оған кешігіп қалдық кішкене. Сол енді лекция қарата бара жатырмыз. Бұл жерде бізге осындай сумочка беріп жатыр. Тяжелые углеводороды, загрязненная нефть с песком, какие-то включения, если есть, для вязких и загрязненных средств. Ага. Достар, сосын бізде жыл сайын университетте осындай выставка болып тұрады. И выставка жыл сайын әртүрлі болып жасалынады екен. Мысалға бірінші курс, яғни біз оқыған кезде более мұнайға байланысты выставка болған. И екінші жылы выставка трубаларға байланысты болған. Осы жылы более андай бір маркетинг па, сондай саласына сепетті ма, сондай бір, в общем, жыл сайын негізі өте әртүрлі. Переходов под железными дорогами и под автодорогами кожух. Это идет основной магистральный газопровод, а это защита ставится, когда трубу проводят под газопроводом или под дорогами, там обязательно устанавливается кожух. Сверху труба большего диаметра. Can you tell me what's your job? Are you from Material? Yes. What do you do? Student, yes. Which kind of school? Oil and gas. Oil and gas. University. We are in 5 Sushi? What do you know?
келдік. Бірдеңе шаттап келмеді дейін да саған айтып. Сондықтан бірдеңе жаттап келу керек еді, бірдеңе айтып. Бізге осындай бірдеңе берді, прилог. Мен вообще. Жүр, кстати, мына жақта ғой, неге барамын? Дальше кеткен. Шуанкаға бар. Енді достар, біз барынша өзіміздің английский деңгейімізбен сөйлеп жатырмық. Барынша сөйлесіп, как почем десем, бұрында оқыған английскийімді есіме түсіріп, короче. Мына жерде бізде осындай выставка, симулятор дейді. Осылай найнан басына киіп көріп жатыр. Біз негізгеше мальчикіміз киіп қарамыз. Осындай сварщик, осындай істейді, сосын жерде процент шығарып береді. Қасымызда ағайларымыз бар, көмектесіп тұрады деген сияқты. Қазір сіздерге көрсетемін. Что там? Көрейік. 73. О, 73. Күшті. Yeah, of course. 73. Бұл жерде NCOC-дің лекциясы болып жатыр. Тыңдап болғаннан кейін біз арғата кеттік. Бай ағайларымыз отыр. Мынау біздің университет, мынау біздің куратор. Осындай келе жатырмыз. Күшті. В основном за тусподъемном уровне стиль. Да, и компания, другого компания. Инструменттерді завод береді. Біз ішін аралап болдық. Мен, короче, пиджагым шешіп тағам ғой, сы деп. Енді саматпан. Сол енді сыртқа шығып бара жатырмыз. Бүгін күн пасмурный, очень пасмурный. Көп студенттер, көп инострандар өте көп бұл жерде. Лучше вчера. Неге Чем сегодня? Неге? Не знаю. Я біз бүгін екінші күн, кеше бірінші күн болды. Бүгін апай ағайларымызды көрдік. Сол енді бүгін күн күшті болып тұр. Күшті екші паспортный. Бұл жерде достар выставкаде өте әртүрлі жақтан келеді. Германия, Испания, Индия. Так, Дубай, осында тағы да көп астына жазып кетемін, тағы қандай компаниялар, қалалардан келген. Вот, сол жақтан өте көп выставка, жыл сайын болады выставка, что? На такси? Пятерка. Резервуарный частичек. Понятно, прикольно. Бұл резервуар частичек деп аталады. Яғни бізде резервуар үлкен бачок бар, оның ішінде мұнайды сақтайды. Сол мұнай біткеннен кейін қалдықтарын тасылайтын робот машина десек те болады. Получается, сонда адамның орнына осындай машина жасалынған. Бұл жерде жаңағы робот машинаның управлять етіп отыратын жер. Біз ағайлардан сұрап, осы жерге кіріп рұқсат алдық. Бұл жерде біз дейтін абзадной колоннаны көргеннен кейін ары қарай әрине тақырыбына кіріп кеткеніміз сонша ағайдан түсіндіруін сұрап жатырған кез. Біз, короче, выставкадан уже шықтық. Енді жаяулатып жүріп кетіп бара жатырмыз. Біз кетіп бара жатырмыз. Сол погода кішкене пасмурно болып кеткен. Нормально погода үшін. Hello.
сіздерге өзімнің осы бүгінгі выставкада не алғанымды, яғни обзор көрсетіп кетейін. Бұл жерде менде ручка бар, яғни әртүрлі компаниялар өздерінің ручкаларын ұсынды, сосын конфеталар болды, яғни угощение деген сияқты, сосын каталогтар, компанияның өзінің ұсынған жаңағы товарлары жазылған әртүрлі ағылшынша, орысша, қазақша жазылған үш тілде.